айтып береді сіздерге. Негізі бұл көпір ежелгі кезден белгілі болып табылады. Және бұл Никодағы көріп отырғандай екі жердің жырағы ғой. Мына бір шетінен екінші шеті. Ол кезде ешқандай жол ішіне болмаған, сол жолды қосу үшін осы көпірді салған болатын. Және бұл көпірдің қалай пайда болған туралы былай деп айтады. Бұрынғы кезде өзінен бір монах осы өзінің ішкі жан дүниесін тазарту үшін осы жерге келген болатын. Көріп тұрғанда әр жақта тау бар. Сол тауға көтерілу үшін ол осы бойдан өтпекші болатын. Бірақ өтейін десе өте алмайды да, мына жері су. Сосын ол Құдайдан тілеген кезде оның тілегенде екі көк пен қызыл жылан пайда болып, осы көпірді салып берген зат. Яғни бұл көпір екі жыланның үйлесінен пайда болған көпір деп аталады. Ибадатханаға келдік. Бұл ибадатхананы Жапонияның әскери қолбасшысы Токугава Ieyasu өзі салдырған болатын. Ал енді ішіне кіріп көрейік. Кеттік. Не алдыңдар? Біз алған нәрсеміз жаңағыдай аудиогайд. Яғни біз оны тыңдап, осы жақтың түсіндірмесін түсіне аламыз. Яғни тарихын түсіне аламыз. Мысалы, мынау кәдімгі Комплекста бұл? Комплекстен тұрады. Бір жаңағыдай тегеннің өзімен, жаңағы белгілі бір храмның түсіндірмесін ести аламыз. Сосын содан ұстап басан өзі тоқтайды. Кеттік анда. Яғни түсіндірме біз жапонша тілге алдық. Қазір дүние жүзіне әйгілі үш маймыл деп айтады, бірақ үш маймыл емес. Үш маймылдың жанында тұрмыз. Негізі бұның бұрынғы атқарған Токугава Ieyasu кезінде Қораның қызметін атқарған болатын. Және негізі бұл маймылдардың суреттері өте қызық, философиялық мағынасы терең болып келеді. Бұны буддийский круговорот деп айтады. Буддийский круговорот жизни. Және бұл қарап отырсақ, ең бірінші маймыл бұл маймылмен анасы болып табылады. Яғни жаңағы маймыл өзінің тәжірибесін, өзінің басынан өткен заттарын баласына айтып, оған тәлім-тәрбие үйретіп жатады. Содан кейін бұл маймылдың ең бірінші айтатын тәжірибесі, ең айтатын бір сөзі, бұл ешқандай жамандылықты естімейсің, ешқандай жамандылықты айтпайсың, жаман сөз айтпайсың, және ешқандай жамандыққа қарамайсың деген мағынаны білдіреді үш маймыл. Сосын ары қарай жаңағы кішкентай маймыл бала өседі, өскеннен кейін, яғни үлкен өмірге аяқ басады. Сосын ары қарай бұл өміріндегі жаңағы амбициялары болады, сол амбицияларға ары қарай жоғарыға өрмелеу деген мағынаны білдіреді келесі карикатура. Сосын одан ары қарай ол өзінің қиын кездерінде жанында бір досы болады, сол оның әрқашан қолдап көмектесіп жүреді. Содан кейінгі карикатурасы бұл ашық бола бастайды. Ашық бола бастағаннан кейін ол екі маймыл бір-бірімен қосылады. Қосылғаннан кейін отбасы құрады. Отбасы құрғаннан кейін ары қарай ол жаңағы жүкті маймыл болады да. И сол жүкті маймыл қайттан тура мынандай жағдайға келеді. Яғни өмір қайталанады. Бір адамнан екінші адамға. Деген мағынаны. Яғни мына жерде маймыл. Ана айтқанымыз ашық болады.
қосылады, сосын жүкті болады.